Сәлем барлықтарыңызға, қош келдіңіздер. Бүгінгі онлайн вебинарға кездеспегелі көп болды, өте қуаныштымын, біраз уақыт болды. Сондықтан бірінші білгім келеді, көңіл күйлеріңіз қалай? Соңғы жаңалықтар болып жатыр, кішкене маған жауап берсеңіздер. Сәлематсыздар ма, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жауап беріңіздер. 5 санымен жауап беріңіздер. Біздің офиста тыңдап отыр халық, біршама халық. Молодцы. Енді ойлаймын, барлықтарыңызда көңілдеріңіз көтеріңкі деп, соңғы жаңалықтар шынымен бізді біраз көтеріп тастады. Сондықтан бүгінгі вебинарымызды бастайық. Арамызда жаңадан келген адамдар бар ма екен? Бір санмен белгі беріңіздер. Или бизнеске жаңа ғана қосылған, әлі дұрыс түсінбей жатқан адамдар болса, немесе енді бірінші рет қатысып отқан адамдар болса, білгім келеді. Арамызда бар екен, Айгүл бар екен. Сондықтан осы бүгінгі сабағымызды толықтай ашуға тырысам өзімнің түсінігіммен. Біз енді бұл жерде көріп отырмыз қой, Ева Рич деп. Бұл енді қазіргі біздің таңда әлемдік деңгейде, әлемдік рынокқа біз қазір жаңа атпен Ева Рич деп шығайын деп отырмыз. Қазір кішкене тоқталып айтып кетем, бұл Ева Рич деген екен. Бұл аудармасын айтып кетейін. Ева деген эволюция, Рич деген байлық деген сөз ғой. Өркендеу және баю деген мағынаны береді. Сондықтан бұның атына заты сай болу керек. Сондықтан біздерде бұл өзіміздің компанияға бізде сай болу керек деп ойлаймын. Қысқаша өзімді айтып кетейін. Менің есімім Батырқожа, фамилиям Нұрмұханов. Мен Жезқазған қаласында тұрам. Сол жердегі біздің компанияның офисінің жетекшісімін. Өзім қазір компания серіктестік бағдарламасы бойынша топ-менеджер болам. Мастер пропиді бітірдім. Соның түлегімін. Және осы бизнесті мен шын ниетіммен, ақ жүрегіммен осы бизнесті құрып жүрмін. Себебі осы бизнес маған өте қатты ұнайды. Ең бастысы маған бұл бизнестің философиясы ұнайды. Мен көп жерде айтам, бұл бизнес емес, бұл философия деп. Сондықтан мен қазіргі таңда біздің рынокта мен бұған тең ешқандай бизнес көзін көріп тұрған жоқпын. Екінші айтып кетерім, мен осы бизнеске мені шақырған өзімнің жолдасым Думан Зейнеловке үлкен алғысымды айтқым келеді. Сол кезінде маған осы бизнесті таныстырып, мені ұмытып кетпегеніне. Енді сабағымызды бастайық. Мына жерде мені қазір тоқталып кетейін дегенім, жақында осы октябрь айының басында бірінде біз Евенті 2020-ны өткіздік. Ол біздің компанияның 6 жылдық тойы болды. Сол тойда үлкен, 2 күндік үлкен тойлау шаралары өтті, көп жаңалықтар болды, біраз білімде алдық. Сондықтан қазіргі осы біздің мерекеміз, тойлауымыздан кейінгі қазіргі біздің жағдайымыз алда уақытқа үлкен жоспар қоюымыз керек. Енді бұл жерге қатты тоқталып кете қоймайын. Мен неге десеңіз, уақытты кейінге қалдырғым келіп отыр. Неге десеңіз, сұрақтар көп болуы мүмкін. Жақсы тойлап өттік, үлкен жаңалықтар сол жерде болды. Сол жерде ең бастысы біздің компанияның жаңа бренді айтылды. Жаңа айтып кеттік қой, Ева Рич деп. Ева Рич деген біз не? Қазіргі таңда біздің компанияның өсіп үлкен деңгейге жеткені сондай, бізде өте көп компаниялар бар біздің құрамымызда. Енді былай айтсақ, көптеген бизнес көздері бар. Соның ішінде жаңадан кеп қосылып атқан бізге жаңа бизнес көздері, ол Югейн дейді, заңдық полистар түсіп жатыр. Бізде юридический полис дейді ғой, бізде үлкен заң департаменті бар, құрылды. Екібастан өзіміздің жеке инвестициялық академиясы бар. Сосын бізге цифровой двойник қосылды, искусственный интеллекті. Одан кейін Эда кафе деген ашылып жатыр өзіміздің. Бұрынғы суши мастер деген, біз одан қазір кеттік те, қандай да бір жағдайға байланысты біздің немізден күткеніміздей болмады. Сондықтан біз өз алдымызға бөлініп, қазір жаңа брендпен Эда кафе деген қазір ашып жатырық. Жақында білесіздер, Алматы қаласында ашылған. Бұл 100% өзіміздің пайызда өзіміздің бизнес болып есептелінеді. Одан кейін біздің ең негізгі бизнесіміз ол криптоюнит болып табылады. Білесіздер, криптоюнит бағдарламасында оның артында үлкен инвестициялық портфель тұрған. Сондықтан осы бүкіл бизнес көздерін бір жерге шоғырландыру арқылы біз
соны бір жүйеге бағындыру арқылы біз Eva Rich деп өзіміздің қазір әлемдік деңгейде әлемдік рынокқа жаңа атпен шығайын деп отырмын. Сондықтан мен барлықтарыңызды құттықтаймын. Бір жағынан аты да адамның көңіліне сай. Сосын сіздерден сұрайтыным, осы атына бізде өзімізде сай болуымыз керек. Бұл үлкен жоба келешекте. Енді қысқаша тоқталып кетейін, түсінік болу үшін. Енді біздегі қаншама бренд бар, солардың арасындағы қандай не бар, бірігушілік бар. Егерде біз Eva Rich алатын болсақ, бұл онлайн портал. Бұл бізге қандай да бір бизнес көздеріне, біздің жобадағы экосистемадағы бизнес көздеріне соның бәріне қол жетімдетеді. Осы Eva Rich компаниясы арқылы біз өзіміздің көп деңгейдегі краудинвестинг жүйесін жүргізе аламыз. Себебі қандай да бір бизнес көзін біз нарықтық экономикаға ұсыну арқылы біз одан тағы қосымша табыс көздерін көре аламыз. Екінші, бізде тағы бір үлкен компания қосылып отыр, UGPay деген. Бұл біздегі жаңадан шыққан, білесіздер, қазір бізде бұрынғы крипто юнит эмблемасын бізге өзгертуге тура келді. Себебі қазіргі таңда биржаға шыққан екі компания бар, өздерінің цифрланған активтерін шығарған. Олардың да аттары кру болып есептелінеді. Аттар бөлек болғанмен, қысқаша баламасы кру деп аталғаннан кейін, келешекте біздің адамдар шатаспау үшін, бізді қайталамау үшін біз алдына бір әріп қосып, World Crew дегенмен жаңа хабар белгісін біз патенттеп еттік 28 августте. Сондықтан қазіргі біздің таңдағы көріп отырсыздар, мына слайдтағы World Crew болып аталады. Бұл біздің негізгі токен болып есептелінеді. Осы токен біздің security токен болып есептелінеді. Осы токеннің артында біздің үлкен бизнес портфеліміз тұр. Сіздерге келешекте дивиденд табысына және акция ретінде сіздерге қолжетімді болатын осы World Crew болып есептелінеді. Компания швейцарская юрисдикцияда тіркелінген. Бұл компанияның негізгі мақсаты бұл осы біздің инвестициялық осы World Crew токенін ғана сата алады. Басқа компания сата алмайды. Мына Eva Rich компаниясы біздің жүйедегі бүкіл бизнес көздеріне бізге қол жетімді ете алады. Және бізге осы көп деңгейдегі крауд инвестинг бизнесімен айналысуға үлкен мүмкіндік береді. Екінші мысал келтіріп кетейін. Жаңа біз айттық қой, біз Eva Rich біздің компания бірнеше бизнес көздерін біріктіріп отыр деп. Соның ішіндегі бізде жаңадан қазір нарықтық экономикаға, рынокқа шығайын деп отырған бұл UGAIN системасы. UGAIN системасы дегеніміз не? Бұл цифрланған, сандықталған платформа және шағын, орташа, үлкен бизнестерді тұтынушы мен кәсіпкерлердің арасында біріктіру, соларды үлкейту деңгейін және соларды біріктіру болып есептелінеді. Бұл жобаның негізгі алдағы қойған мақсаты өте үлкен және бізге беретін мүмкіндігі де үлкен. Себебі осы жоба арқылы тұтынушы да тиімді жағын көре алады және кәсіпкер де тиімді жағын көре алады. Кәсіпкер мен тұтынушы арасындағы үлкен бір бірлестікті көрсете алады. Сол осы жүйені, осы системаны қолдану арқылы біз екі жақты да табыс көзін көре аламыз. Тұтынушы да табыс көзін көре алады, одан кәсіпкерде үлкен мүмкіндік, үлкен жақсы не алады. Бір жағынан табыс көзін алады, және өзінің бизнесін үлкейтуге үлкен мүмкіндік ала алады. Біздің Eva Rich компаниясы осы UGAIN арқылы бізге осы бизнес көзіне қолжетімді қылып отыр. Және біз UGAIN осы бизнесін қолға алып, ертең жүктеп, оны ары қарай жылжытатын болсақ, кәсіпкерлердің арасында, немесе тұтынушылардың арасында біз осыны ұсыныс арқылы біз тағы да көп деңгейдегі крауд инвестинг арқылы қосымша табыс көздерін көре аламыз. Бұл жердегі табыс көзі бойынша, маркетинг бойынша 55%-ға дейін табыс көзін көруге болады. Сондықтан келешектегі бұл жобаның мүмкіндігі өте үлкен. Сондықтан қазір үлкен сабақтар жүріп жатыр, көп тоқталмаймын. Сол сабақтарға қатысып, білімдеріңізді арттырып, кейін осы жобаны жақсылап қолға алып, үлкен табыс көздерін көруге үлкен мүмкіндік береді. Енді негізгі өзіміздің жобаға тоқталайық. Барлықтарыңызды білесіздер, бұл жоба ең басында басталған 19 жылы 30 мартта бастадық, криптонет бағдарламасы.
криптоинвест бағдарламасы қазір қандай деңгейде? Қандай деңгейге өсіп жетілді? Қазіргі таңда осы бір жыл 8 айдың аралығындағы істелінген жұмыстармен осы біздің криптоинвест жобасының өсуі ауызбен сөзбен жеткізу мүмкін емес сияқты. Себебі қазіргі таңда бізде өзіміздің жеке криптоинвест блокчейніміз бар. Басында басқа блокчейнге шығып көрдік, оны барлықтарыңыз да білесіздер. 15 январда біз мана Ethereum'ның платформасына шыққанбыз. Ол жерде бір жағынан жылдамдық жағынан келіспеді, екіншіден комиссиясы үлкен болды. Сондықтан біз өзіміз март айында үлкен тендер жасап, өзіміздің жеке криптоинвест блокчейнін аштық. Қазіргі таңда біз күтіп отырмыз осы біздің блокчейннің іске қосылуын. Бәріңіз де білесіздер, осы криптоинвест жобасының артында үлкен портфельдер тұр. Оның ішінде қазіргі таңда біз салынып жатқан осы 3-ші кварталдан бастап қолға алдық. Тез арада табыс көзіне әкелетін бизнес көздеріне салып жатыр. Оны барлықтарыңыз да білесіздер. Көп пайызды қазір сол тез табыс көзіне әкелетін бизнес көздеріне салып жатыр. Одан кейін бізде орташа уақытта табыс көзіне әкелетін бизнес көздері бар. Одан кейін кішкене күтіңкірейтін 2-3 жылда көлемде іске қосылып, үлкен табыс көзіне шығатын бизнес көздері бар. Осы криптоинвест бағдарламасының артында үлкен бізде инвестициялық портфель тұр. Енді мына жерде мына WorldCrew дегенге керек. WorldCrew бұл security токен болып есептелінеді. Security токен дегеніміз не? Security токен дегеніміз бұл қорғаныстағы токен. Бұның артында бұл дивиденд беретін токен болып есептелінеді. Бұны security токенді акцияға баламай етуге болады. Біз білеміз ғой, қағаз жүзінде акцияның бәрі қағаз түрінде екенін білеміз. Бұл осы сандықталған қазіргі заманға сай цифрланған акция болып есептелінеді. Бұл токенді жаңа айтып кеттік, Швейцарияда тіркелген UGP Group. Осы компания ғана осы толықтай мүмкіндігі бар осы WorldCrew'ды сатуға. Бәріңіз де білесіздер, қазір біз кабинетті қосып қойдық. Қазір дайындалып отырып қосуға. UGP кабинетіміз ашылған кезде сатылымның бәрі сол жерде WorldCrew'дың сатылымы басталады. Сонымен бірге біз осы WorldCrew'ды әлемдік деңгейге алып шығусын біз не істедік? Біз SEC-тен тексерістен өттік. SEC дегеніміз бәріңіз де білесіздер, бұл Америкадағы құнды қағазды бақылау жасайтын үлкен бақылау органы. Содан тексерістен өткеннен кейін барып, соның рұқсатымен біз қазір әлемдік деңгейге шығып отырық. Себебі айтып отырық, security токен бұл акцияға теңелгеннен кейін, табыс көзін беретін болғаннан кейін, біз осы құнды қағаз бақылайтын комиссияның алдынан өтіп отырық. Неге десеңіз, бізде әрқашанда сұраныс болады. Қандай да бір ертең алдағы шаралар болса, біздің үстімізде заң жүзінде бізді бақылап отырған орган бар. Сондықтан қазіргі жаңадан келіп жатқан адамдарға, немесе жаңадан бизнесті бастап жатқан адамдарға мен айтар едім, сіздерде ешқандай қорқыныш немесе сенімсіздік болмау керек. Себебі біз заң жүзінде әлемдік рынокқа шығайын деп отырық. Енді мына жердегі пункттарына тоқталмай кетейін, бәрі ол түсініксіз болады ғой. Қысқаша өз сөзімен айтқанда, біз үлкен осы құнды қағаз бақылайтын тексерістен өткен кезде оларда әрдайым сұраныс болады. Неге десеңіз, біз сатылымды 30 марттан бастап бастадық қой, сол ақшалар қайда кетті, дивиденд көзін қай жерден төлейсіздер деген сондай сұрақтар бәрі тексерістен өтеді. Біздің компаниямыз ақшалардың қайда кеткені, бізде қазір 65 миллионнан аса салым салынып отыр көптеген бизнес көздеріне. Соны көрсету арқылы келешекте сол бизнес көздері іске қосылғанда, содан түскен табыс көзінен біз өзіміздің тұтынушыларымызбен табыс көзін бөлісеміз деп осы тексерістен біз өтіп отырық. Сол үлкен тексерістен өтіп, біз қазір осы айда біз үлкен деңгейде әлемдік нарықтық экономикаға шыққалы отырық. Және бұл жердегі WorldCrew дегеніміз, бұл security токен болғаннан кейін, бұның артында бұл инвестициялық пакет болып есептелінеді. Біз бұған дейін даму деңгейі осы 1 жыл 8 айға дейін біз криптоинвест балы деп келдік. Себебі ол әлі толықтай бізде финансылық тұрғыда, ол өзінің заңдылық тұрғыда өзінің күшіне енген жоқ еді. Себебі біз бұған дейін оқу құралдарын сату арқылы біз сыйлыққа алып келдік, балы криптоинвест деп.
Ал қазіргі таңда мына сатылайын жатқан WorldCru ол уже инвестициялық пакет болып есептелінеді. Қандай да бір сырттан инвестор келіп сатып алатын болса, ол толықтай бұны көріп отыр. Мұны как акция ретінде сатып алады. Сондықтан бұл үлкен мүмкіндік береді. Мен жаңа мына жерде айтып кеттім ғой, криптонет бағдарламасы алғашқы қадамын былтыр мартта бастады деп. 14 айдың ішінде біз көптеген бизнес көздеріне 62,4 миллион доллар салым істеген екенбіз. Бұл жерде ескі әлі нелер тұр, 447 миллион доллар бұл өзіміздің есебіміз бойынша болған. Кешегі соңғы жаңалық бойынша сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Бізде үлкен тексерістен өттік. Топ 10-ға кіретін оценка дейді ғой, сол үлкен бір компания бізде бірнеше біздің портфельдерімізді, бірнеше бизнес көздерін тексерістен өткізді. Қысқаша айтқанда, кеше жабық вебинарда көрдіңіздер, қандай компаниялардың өткендерін, қандай компания қанша көлемде тұратын. Бұл енді қазіргі инвестициялық немен есептеліп отыр, өлшеммен. Сол 12 миллиардқа жақындайды. Қазір есептеп отырсаңыздар, біз уже әлемдік деңгейде, әлемдік нарықтық экономика көп, много айтады ғой, миллиардный компания болып шығайын деп отыр. Сондықтан біздің ертең келешектегі біздің токендарымыздың бағасының өсуіне бірден бір осы біздің артымызда тұрған үлкен портфельдің үлкен өсуіне байланысты біздің ертең активтердің да өсуіне, активтердің өсуі біздің токендардың өсуіне ертең мүмкіндік әкеледі. Енді жаңа айтып кеттік қой, бізде бұның артында глобальный инвестиционный портфель тұр деп. Оның артында көбіңіз білесіздер, алтын өнімі бар, бізде бірнеше. Одан кейін инновационный транспорт дейміз, оны да білесіздер. Біз бұған дейін 5 жыл бойы осы Анатолий ЮНЕСКО көмектесіп, үлкен деңгейге жеткізіп, ары қарай транспорт өзі дамитын болғаннан кейін біз өзіміздің жобаны бастап кеттік. Одан кейін базальтовый волокна деп жатыр. Білесіздер барлығыңыз, Польша қаласында, Польшада, Гданьск қаласында бізде көрсеткіш фабрикасы бар. Показательный фабрика дейді ғой. Ол соңғы жаңалық бойынша біз кеше естідік, іске қосылған, қазір базальтовый арматура шығарып жатқан. Және алдағы уақытта бізде сол базальтовый арматураны қай рынокқа өткізуге болатында бізде мүмкіндіктер туып отыр. Одан кейін келесі бизнес көзін алсақ, ол алмаз өнімі. Ол біз қазір көптеген уақыт күтіп қалғанбыз. Карантин кезінде граница жабылып қалып, қазір солардың үлкен өндіріс оборудованияларын алып, қазір қондырғыдан өтіп жатыр іске асып. Бұл жерде кино индустрияда бар, оны барлықтарыңыз да білесіздер. Өткендегі бізде Эвентида Нұрлан Мамекеев айтты, түсірілім бітті, енді қазір өңдеу басталады, одан кейін прокатқа шығару дайындық басталады деп. Сондықтан бұл жобада бізде қазір жақсы жүріп жатыр, іске асып. Одан кейін бізде жылжымайтын жерлеріміз бар, олардың келешектері өте үлкен. Сосын бізде айтып кеттік қой, жаңа 3-ші кварталдан бастап біздер негізгі салымды біз тез ақша келетін бизнес көздеріне салып жатырық деп. Ол білесіздер, фондовый рынок, криптовалютный рынок, валютный рынок. Қазіргі таңда бізде үлкен департамент құрылып, осы жоба іске асырылып жатыр. Келешекте біз өзіміздің үлкен брокерский компаниямыз болады деген сол жоспарда отырмыз. Сондықтан біздің портфельдердің келешекте жұмыс істеген кезде сіздердің барлықтарыңызды үлкен дәрежеге жеткізеді. Енді келесі тоқталып кететін, қазіргі таңда біздің компанияның, біздің криптонет бағдарламасының үлкен деңгейде дамуына байланысты бізде токендардың саны көбейіп жатыр. Енді оның бір жаңа айтып кеттік, қазіргі жаңа токеніміз WorldCru деп, бұл негізгі токен бұл security токен. Бұл түсінікті болу үшін айтайын, бұл бұрынғы крипто юниттің орнына келіп отқан токен. Сондықтан бұның эмиссиясы 80 миллиард болып есептелінеді. Қазіргі таңда бұрынғы біздің токен криптонет токені 35 миллиард болып қалды. Себебі бүгінгі таңда 30 миллиардтай
токен бізде сатылымда, халықтың қолында, біздердің қолымызда, яғни. Одан кейін 2 миллиард токен кімде-кім манағы транспортқа кіріп, криптонет бағдарламасына өтпей қалған, соларға арнап, оларға үлестерін беріп жатыр. 2 миллиардтай токен соларға бөлінеді, сыйлық ретінде. Одан кейін 3 миллиард токен бізде ертең блокчейн ашылғанда стейкинг болу үшін криптонетке бізге 3 миллиард токен соған бөлініп отыр. Сонда есептеп қараңыздар, 35 миллиард токен біздің криптонет қазір айналымда деп есептеуге болады. Сол 35 миллиард токен қазір ворд құруға бірде-бір айырбасқа түседі. Сіздер ертең өздеріңіздегі криптонет, босатылмаған криптонетті еркін ворд құруға айырбастап, негізгі акцияға айырбастап, сіздер ертең блокчейнді стейкингке қоюларыңызға болады. Сондықтан біздің компанияның есебі бойынша 35 миллиард ворд құруға ауысса, одан кейін 45 миллиард бізде компания өзі ары қарай оны сатылымға шығаратын. 80 миллиард болады сонда. Одан кейін екінші біздің үшінші токеніміз утилити токен деп аталады. Бұл ONTB деп аталады. Бұл біздің технический токен блокчейннің. Бұның да эмиссиясы шектеулі 8 миллиард 123 миллион 456 мың 789 болып келеді. Бұл негізгі моделі бұның тапшылық моделі деп аталады. Себебі бұл өте сұраныста болады. Қазіргі таңда біз утилити токен шыққанда 1 центпен сатылады. Және оның бағасы тез өсуі мүмкін. Себебі барлықтарыңызда білесіздер, әр блокта бізде 40 токеннен шығып отырады басында. Содан кейін шектеле береді. 10 жылдың ішінде осы 8 миллиард шығып болу керек. Сондықтан бұл токен өте үлкен сұраныста болады. Компания бұны сатпайды. Сондықтан сіздердің қолдарыңызда болады. Ертең ворд құруды стейкингке қою арқылы сіздер осы ONTB токенді табыс көзі болып көріп отырасыздар. Айдың аяғында қанша жинайсыздар, немесе сатып ақша қыласыздар, немесе өздеріңізде сақтап қойып, бағасы өскен кезде сатуларыңызда болады. Бұл біз стейкингке қою арқылы бізге компания біз блокчейннің жұмысын арттырған үшін бізге сый ретінде беріп отырады. Айтады ғой, біз майндсет деп. Сол сияқты біз сол арқылы көбейтіп отырамыз. Және ертең сіздер босаған криптонеттеріңізде осы ONTB-ға стейкингке қоюларыңызға болады. Және төртінші токен бар бізде, стейблкоин, ол USDU дейді. Бұл токен $1 тең болады. Бұл қандай да бір біз табыс көзін көретін болсақ, соның бәрі осы токенмен есептелінетін болады. Мына жерде блокчейнді айтып кетейік, қысқаша тоқталып. Айтып отырып қой, бізде компания, біздің блокчейн EOS-тың несінде істелінген программасында, соның алгоритмі бойынша, және біздің блокчейнде комиссия болмайды, басқаларға қарағанда. Және бұл жерде әрбір блок бізде жарты секундта туындап отырады. Әрбір блок 10 мың транзакцияға дейін істей алады. Және каждый транзакцияда бізде комиссия болмайды. Себебі біз қандай да бір көлемде ONTB токен қолымызда болса, сол бізге қандай да бір транзакция істеуге, қандай да бір қимыл істеуге бізге мүмкіндік береді. Бұл біздің блокчейннің токені болып есептелінеді. Және біз көріп отырсыздар, бұның артында 4 белгі бар. Үтірденген 4 белгі бар. Және бұның эмиссиясы 10 жылға есептелінген 2030 жылдары, 2030 жылы бізде осы 8 миллиардтан астам токен шығарылып бітеді. Соңғы жылдары әрбір блок 4 токеннен ғана әкелінеді. Қазір 40 токеннен әкелсе, әрбір 5 жарты секунд сайын. Соңғы жылдары уже 10 жыл болғанда бір блок тек қана 4 токеннен әкеледі. Сондықтан бұл тапшылық моделі болғаннан кейін бағасы өсіп отырады. Неге десең, ертең біздің биржа ашылғанда біздің биржаны қолданушылар көбейген сайын осы ONTB токені сұранысқа түседі. Олар компания сатпағаннан кейін, олар біздің биржаға кіріп қандай да бір операция істеу үшін оларға ONTB токен керек болады. Сондықтан сіздердің қолдарыңыздағы токендерді сатуға тура келеді. Сіз өзінің бағасына байланысты, если бағасы сізге келетін болса, сіз қандай да бір сұраныста болса, сол токенді сату арқылы сіз ақша көзін көре аласыз. Мына жерде айтып отырық, біз 1 секундта 80 ONTB деп. Себебі жарты секундта
40 токен дүниеге келіп отқаннан кейін 1 секундта 80 келеді. 1 минутта 44.800 келеді екен. 1 сағатта 288 мың келеді. Bir күнде 6.912.000 токен шығады екен. Ертең сіздер өздеріңіздің ONTB токендар, World Crew'ларыңызды стейкингке қойғанда, алғаш күннен бастап қойсаңыз, сізде табыс көзін көру мүмкіндігі өте жоғары болады. Себебі, мына жердегі туындап отқан каждый токен сізге беріліп отырады. Және бір айда 207 миллион шығады екен, бір жылда 2 миллиард 488 миллион шығады екен. Осының бәрі біздің манағы World Crew'да стейкингте тұрған World Crew'мызға және босаған криптоинті ONTB қойсақ, соларға осылар беріліп отырады. Сондықтан осыны жинау арқылы да сіздер табыс көздерін көре аласыздар. Мына жерде айтып кеткен осы тіркелімді айтып отыр. Біз құнды қағаз бақылайтын органнан тексерістен өттік деп, мына жерде тексеріп көруге болады. Интернеттен регистрация нөмірі тұр мына жерде. Бұл біздің World Crew токені сатады. World Crew токені біздің ESTO-ға шығып отыр. ESTO дегеніміз не? ESTO дегеніміз бұл сатылу платформасы. Біз айтамыз ғой IPO деп. IPO деген IPO-ға шығу үшін, қандай да бір компания IPO-ға шығу үшін ол 3 жылдық көрсеткіш көрсету керек. 3 жылдың ішінде егер ол компания жақсы көрсеткіш көрсетсе, өсу 3 жылда өсу көрсету керек. Сол кезде барып IPO-ға шығуға рұқсат береді. IPO дегеніміз құнды қағаздың алғашқы шығуы болып есептелінеді. Размещение дейді ғой, первичный акция дейді. Сондықтан біз қазір 3 жыл күтпей, осы ESTO арқылы бізге мүмкіндік беріп отыр, біз ерте шығуға. Келешекте біз үлкен компания болған кезде, бізде де жобада бар IPO-ға шығуға, бізде үлкен акцияға айналуға. Сосын тағы бір айтып кететін, World Crew егер сіздер айырбастасаңыздар, ол 365 күнге қайтты заморозка кетеді, қатырылымға кетеді. 365 күннен кейін барып, бірінші 6 айда 1%-ке босайды, келесі 6 айда 1,5%-ке. Бұрынғы біздің криптоинт қалай босады, сол сияқты бұларда босатылып отырады. Біздің криптоинт 330 күнде босайтын. Мына қазіргі құнды қағаз тексеретін, бақылайтын бақылау органның несі бойынша, заңы бойынша, солардың 365 күнде болу керек екен. Мына жерде көрсетілген 1%, 30 күнде 1% болады, 1 мен 180 күннің арасында. Одан кейін 181 күн мен 365 күннің арасында 1,5%. Сөйтіп кете береді. Ең аяғында 731 мен 1061 күннің аралығында 11 айдан кейін 5%-ке дейін босап отырады әрбір бір ай сайын. Сондықтан қазір біз өзіміздің криптоинитті World Crew'ға айырбастағанда, біз оны 365 күнге сақталымға жібереміз. Бірақ бізде босамаған криптоиниттің артықшылығы World Crew'дың ол бізге стейкингке қою арқылы ONTB токенмен табыс көзін көруге мүмкіндік береді. Енді мына жерде айтып кеттік қой, жаңа бізде қазіргі таңда нарықтық экономикаға біз екі компания болып шығып отыр. Біреу біздің жобадағы бизнес көздерін біріктіру арқылы Everidge компаниясы болып шығып отыр. Екінші UGP Group деп біз бұл World Crew'ды сататын компания бізде болып отыр. Швейцарияда тіркелген деп. Мына жердегі ақ кітап дейді. Бұл жерде толықтай осы құнды қағаз бақылау орнына өткен ұлсатының бәрін көрулеріңізге болады. Және біздің осы World Crew'дың жобасы қандай, соның бәрін осы жерден оқып білулеріңізге болады. Олар сіздерді бізде өткенде нелерін берді, ссылкаларын берді, сайттарын. Сол жерден сіздер толықтай өздеріңіз оқып, осыны тексеріп біліп алуларыңызға болады. Бұл UGP группа, бұл толықтай осы World Crew'ды сататын, осы World Crew'ға егер компания. Енді мынау ең нағыз бәрімізге білу керек қазір. Бұл каждый өзінің
қолындағы қаражатын қалай қолдану ретінде. Енді біз бәріміз білеміз, біз қазір неге оқып жатырық? Біз инвесторлыққа оқып жатырық. То есть біз негізгі мақсатымыз осы финанстық білімімізді осы жерде көрсете білуіміз керек. Болашақта бізге мына мысалдағы сияқты бізге не береді, біз өзіміздің қалай жоспарлаймыз қолымыздағы өзіміздің активті. Ең біріншісі, біз мана қолымыздағы босатылмаған криптоюнитті біз волт құруға айырбастау арқылы, оны блокчейнде стейкингке қою арқылы біз ОНТБ токенімен табыс көзін көреміз. Бұл бірінші мүмкіндік бізге беретін. Екінші, барлықтардың қолдарыңызда босаған криптоюнит бар қолдарыңызда. Оны біз қайда қоя аламыз? Ең бастысы, біз оны криптоюнитке көбейтуге, стейкингке қоя аламыз. Себебі бізде қазір 3 миллиард криптоюнит токені бөлініп отыр. Соны ертең біз стейкингке қою арқылы соларды табыс көзі ретінде көруімізге болады. Бұл дегеніміз не? Біз қолымыздағы босаған криптоюнитті біз қандай да бір мөлшерде, қандай да бір пайызда біз көбейте аламыз деген сөз. Екіншісі, сіз мана өздеріңіздің босаған криптоюнит токеніңізді стейкингке қою арқылы ОНТБ-мен табыс көзін көруіңізге болады. Мана біздің блокчейннің токені дедік қой, соған стейкингке қою арқылы сіз ОНТБ-мен табыс көзін көресіз. Бұл жерде мен айтып кететінім, егер сіз мана криптоюнит көбейту үшін стейкингке қойсаңыз, оны қандай да бір белгілі уақытқа қойсаңыз, мерзімге, оны сіз ешқашан үзе алмайсыз. 3 айға қойсаңыз, 3 айдан кейін ғана сіз оны босатылғаннан кейін барып қолдана аласыз. Немесе бір айға қоюға, немесе жарты жылға қоюға, немесе 1 жылға қоюға да. Екіншісі, ОНТБ токенге стейкинг қойғанда сіз кез келген уақытта оны айырып қолдана аласыз. Сондықтан өздеріңіз ойлауыңыз керек. Қазір мен мысал ретінде көрсетіп кетем. Сондықтан сіздер өздерінің қолыңыздағы босаған токендарды өздеріңіздің мана жоспарыңызға бойынша есептеулеріңіз керек. Үшіншісі, сіз болмаса мана босаған токен еш жерге қоймасаңыз, ол сіздің мана кошелегіңізде болады, криптоюнит кошелегіңізде болады. Төртінші бір несі сізге мүмкіндік беретіні, бір кошелектен екінші кошелекке сіз айырбастай аласыз. Немесе қандай бір адаммен сіз биржаға шықпай тікелей келісімге келсеңіз, мен мынандай криптоюнитті сізге сатам, сіз мынандай ақшаға алсаңыз деп. Өзара келісу арқылы ол сізге может былай тікелей беретін шығар ақшаны. Сіз бірақ келісім бойынша оның кошелегіне аударып беруге болады. Болмаса семьяңыздағы мана бірнеше балаларыңыздікі бар, немерелеріңіздікі бар, соларды мана шатаспау үшін бір жерге жинақтау арқылы, бір кошелектен бір кошелекке жинап, бір кошелектен мана басқару арқылы сіздер бір жерге жинауыңызға да мүмкіндік береді. Бесіншісі, сіз оны босаған криптоюнитті сіз биржаға жіберу арқылы сол жердегі баға сіздің көңіліңізден шықса, сіз сатуыңызға да болады. Енді мен мына жерде мысал келтіріп кетейін қазір. Мына жерде қараңыздар да, сіздерде мысал қалайық, 50.000 криптоюнит босап тұр деп айтайық. Егерде сіздерде алғашқы осы алдыңызға жоспарлаған 1 жылдың көлемінде ешқандай сатып алу, ешқандай жоспарыңызда болмаса, сіз оның 80-90%-ын ворд құруға айырбастап, стейкингке қоюыңызға болады. Қалған босаған токендарыңызды сіз қандай да бір белгілі мерзімге қойып қоюға болады. Ешқандай сіз жақын арада ешқандай бірдеме сатып алу жоспарламасаңыз. Егер де сізде алдыңызда бір 6 айда қандай да бір жоспар қойсаңыз сатып алуға, бір машина сатып алам деп, 1 жылдың көлемінде если үй сатып алам десеңіз, сіздер онда 50 мана босаған айттық қой, 50.000 токенді сіз бөліп тастауыңызға болады. Мен примерно былай айтар едім. Мысалы айтайық, міне сізде 20.000 токен. 20.000 токенді сіз жарты жылдан кейін бір қандай да бір пландап отырсыз да, бірдеме сатып алам деп. Например, машина сатып алам дедіңіз. Енді 6 айға қойсаңыз, сіз май айында сіздерде май-июнь айында босайтын болады. Сол кездегі бағаға есептеуіңіз керек. Кем дегенде $1 болады дейік. Міне көбейтеміз. Кем дегенде $1.
кем дегенде 1 доллар да. Сонда міне қараңыздар, сізде 20.000 доллар болады. 20.000 долларға қалай ойлайсыздар? Машина сатып алуға болады деп ойлаймын мен. Ағана стейкинг таблицасын ашып қойып көрсетсеңіз жақсы болатын еді. Келесі бетте ғой. Процент. Давайте мен бәрін қосып қойайын. Сол проценттермен бір-екі нені мысалы келтірсеңіз. Міне қараңыздар. Сіздерде бір жарты жылдың көлемінде, көлік керек дейік. Енді қатты үлкен көлік деп айтпаймын. Енді 1 доллар болып жатса, 20.000-ға сіз қандай да бір көлік сатып аласыз. Егер 2 долларға өсіп жатса, 40.000 доллар болса, сіз салоннан ала аласыз. Сондықтан сіз өзіңіздің алға қойып отқан жоспарыңыз бойынша қандай да бір жоспар пландасаңыз, машина алам, үй алам деген, соған байланысты қолыңызда босаған 50.000-ды өзіңіз орналастырасыз. Мен мысал келтіріп отырмын, әркімдікі әртүрлі ғой. Енді қараңыз, міне 20.000 қойып қойдыңыз, сіз есептеп отырсыз, 6 айдың көлемінде 1 долларға көтеріледі деп. Мен 20.000-ға бір машина сатып алам деп. Түсінікті ғой. Енді қараңыз. Сізде 50.000 ғой. Тағы бір 20.000-ды сіз 1 жылға қойыңызға болады. 1 жылдан көлемінде көбейтейік. Енді 1 жылдың, келесі жылдың аяғына қарай, кем дегенде 4 доллар болды дейік. Аға, стейкинг таблицасын ашып қоясыз ба? Көрінбей тұр. Келесі слайдта. Келесі. Сол жерде толық көрсетілген. Одан кейін келе. Нома? Осыдан. Мына жерде міне көрсетілген ғой, міне сіз 6 айға қойсаңыз 1,5%-ке көбейтесіз. Мана қойған 20.000-ға, қазір мен айтайын. Енді калькулятор шығарып қойып есептесеңіз, жақсы болады еді. Міне қараңыз да. Жаңа мынаны мысалға аяқтап кетейін. Сіз мына 1 жылдан кейін балама үй алып берем, или өзім үй алам деп пландасаңыз, тағы бір 20.000-ды сіз 1 жылға қойыңызға болады. 1 жылда, мен айтып отырмын, 4-5 доллар болса, 80.000 доллар мен 100.000 доллардың аралығында болады. То есть сіз, ол дегеніміз не, сізге үй сатып алуға мүмкіндік береді да. Енді қараңыз міне. Жаңағы 20.000-ды алайық. Көбейтемін. 1 жылда бізде 12 айда 1,8%. Сізге 360 үстінен тағы қосымша 1 жылда криптоинвест әкеледі. Мен жерде дұрыс емес ойдым қазір. 20.000. Көбейтеміз. 1,5%. Көбейтем 100-ге ме? Жоқ, дұрыс емес. Жоқ, аға, 1,8 деп жазасыз ғой процентті. Көбейтесіз 1,8, сосын бар процентті басыңыз. Көбейтіңіз 1,8. 1,8 екен 1 жылға. И процентті басамыз. 360 болады, 360 болады. 360 бола ма? Енді қараңыздар, 1 жылдың көлемінде сізге 1,8% сізге үстіне қосымша тағы алып келеді. Сондықтан айтып отырмын, 4 доллар болса, ай сайын алып келеді ғой. Үстінен қосылған, ол босатылып келгеннен кейін, оны да қосып, бірге сату арқылы, сіз алда уақытта өзіңіздің қалаған пәтеріңізді сатып аласыз. Енді сізде 50.000-нан 10.000 қалды ғой. 10.000-ды енді сіз өзіңізге байланысты нетуіңізге болады.
есептейсіз 10.000-ды. 10.000-ды, например, 5-ке бөліп тастауға болады. 5.000-5.000-нан 5.000-ды сіз шайға қоюларыңызға болады. Бізде шайда 1,2% келеді. Енді шайдың көлемінде қанша, например, біздің баға шайдың көлемінде 50 центқа көтерілді тек. Міне 50 центқа көтерілді. Сонда $2,500. Енді сіз шайға қойып қойдыңыз, шайға дейін сіз оны шеше алмайсыз. Шайдан кейін сізге қандай да бір қажеттілік болса, сіз сол кездегі баға айтайық, мысалға 50 цент болды дейік. Сіз $2,500 сатып, қандай да бір өзіңіздің шешіміңізді табуға болады. Ал тағы бір 5.000-ды сіз неге қойып қойыңызға болады? Стейкингқа ойын-түбіға қойып қойыңызға болады. Ойын-түбі сізге бір ай бойы сізге шай бойы әкеліп отырады, немесе кез келген уақытта ойын-түбіға қойған, стейкингқа қойған нені сіз шеше аласыз да, айтайық, бір 2 айдан кейін сізге ақша керек болып қалды. Сол кездегі өзіңіздің айтады ғой, қандай да бір неге дайындап қойған ақшаңызды сіз аласыз да, ойын-түбі қойған 5.000-ды көбейтеміз, ол кезде 2 айдан кейін 40 цент болды дейік. $2,000 болады. Қандай да бір қажеттілігіңізге сіз жарата аласыз. Мен мысалға келтіріп отырмын, 50.000-ның көлемінде. 50.000-ның, например, жарты айдан кейін машина алатын болсаңыз, 20.000-ны сіз жарты айға қойыңызға болады. 1 жылдан кейін үй алатын болсаңыз, 20.000-ды 1 жылға қойға болады. Ол кезде бағаны білмейміз ғой біз. Мен мысалға келтіріп отырмын. Ол кезде $10 болып кетсе, сіз жақсы үй сатып аласыз. Қалған 10.000-ды сіз қосымша жартылай шағын айға, например, 3 айға, 6 айға қойыңызға болады. Жартысын ойын-түбіға, стейкингқа қойыңызға болады. Неге десеңіз, сіз ойын-түбіға, стейкингқа қойсаңыз, сіз кез келген уақытта оны шеше аласыз да, қандай да бір үйде жағдай болып қалатын болса, оны стейкингтен алып тастайсыз да, биржаға шығарып, сол кездегі бағамен сату арқылы керекті ақшаңызды шығарып аласыз. Енді мен жай мысалға келтіріп отырмын, түсіндіңіздер ғой. Егер де ешкім осы алдағы қойған 1 жылда ешқандай сатып алам деген ешқандай жоспары болмаса, онда көбісін WorldCrew-ға айырбастап, себебі WorldCrew дегеніміз ол біздің акция ғой, оның артында үлкен глобальный портфель тұр. Ең келешекте табыс көзіне келетін және ең құндылығы бізде WorldCrew болып есептеледі. Сондықтан көп пайызын WorldCrew-ға айырбастап, стейкингқа қою арқылы ойын-түбі токенмен табыс көзін көре аласыз. Жаңа мына жерде айтып отырмын, размороженный токенді сіз көбейткіңіз келсе, үстінен криптоинтке көбейткіңіз келсе, стейкингқа криптоинт көбейтуге қоя аласыз, және қандай да бір көлемде шағын өзіңізге кезекші ретінде қоясыз ғой, қандай да бір ақша керек болып қалған жағдайда, бұның шешесі де сол кездегі бағамен сату арқылы сіз өздерінің қандай да бір қажеттілігіңізді шеше аласыз. Сондықтан өздеріңіз жоспарлау білулеріңіз керек. Егер де сізде босаған токендар көп болып жатса, онда көп мерзімге қою арқылы оны криптоинтке көбейте аласыздар. Соның ішінде айтып кетейін дегенім, бізде эвенти бар еще. Так, мына жерде эвентитікі бар. Ол 36 айға қойылады. Қандай да бір көлемде сіз 36 айға жібере аласыз. Ол 6 айдан кейін сізге 8% келіп отырады. Оның 4% сізге қайттан өзіңіздің портфеліңізге қосылып отырса, 4% сол кездегі бағамен сіз биржа арқылы сата аласыз. Немесе тікелей келісім арқылы сата аласыз, P2P-мен. Сондықтан өздеріңіз қазіргі босаған токенді толықтай жоспарлап, ойланып, алдыңызға қойған қандай да бір пландарыңыз болса, соған сай етіп, өздеріңіз жоспарлап қоюларыңызға болады. Егер жақындарда ешқандай не болмаса, онда үлкен пайызға қойып көбейтуларыңызға болады. Қандай да бір көлемде сіз өзіңіз аяқ астынан қандай да бір жағдай болып қалмайды ғой, ақша керек болып. Соны ойын-түбіға да қойып тастауыңызға болады, стейкингқа. Ол босқа жатпайды, ол ойын-түбі әкеліп отырады да, оны кез келген уақытта шешіп, если ақшалай қажеттілік болса, соны сату арқылы сол кездегі бағамен өзіңіздің қандай да бір мәселеңізді шешіп отыра аласыз. Мына жерде жазыпты, размороженный токен аз болса қайтеміз деп. Сол қанша босады, соны өзіңіз, если ешқандай қажеттілік болмаса, үлкен мерзімге қою арқылы оны көбейтуге қоясыз да, қалғанның бәрін
World Crewға айырбастап стейкингке қоясыз. Болмаса ертең биржа ашылғанда баға өспей тұрғанда тағы босаған токендарды сатып алуыңызға болады. Сосын оны қандай да бір уақытқа мерзімге стейкингке қою арқылы баға өсіп жатса, сіз қазіргі ақшаңызды бірнеше есеге 1 жылдың 2 жылдың көлемінде көбейтіп алуға да мүмкіндік береді. Аға, мен бір сұрақ қойайыншы. Салыстырмалы түрде мына World Crew мен Crew және Unity-ның бағаларын айта аласыз ба? 1 жылдың көлемінде. Енді біздің өзіміздің жоспар бойынша World Crew'ның бағасы 2020 жылдың аяғына қарай $15 көтеріледі отыр. Ол мана біздің әрбір этаптағы өтімге, айналымға байланысты, ақшаның санына байланысты деп отыр. Және біздің осы бизнестегі мана тұтынушылардың да санына келетін болады. Но рынокқа шыққанда рыноктың өзінің заңы бар ғой. Егер де бізде мана қатты сұраныс болып жатса, ол біздің жоспарға бағынбай, бағаны өсіріп те жіберуі мүмкін. Түсіндіңіз бе? Неге десең, бұл жерде біз жоспарлаймыз, бірақ ертең рынок ол өзінікін алып келеді. Өткенде біз ана ішкі биржа ашылғанда көрдік қой, мен 7 центқа дейін түседі деп. Біз өзіміз ақша салып қойып, сол кезде 5 центтен және 8 центтен сатып алдық. Бірақ 5 центтен кішкене ғана уақыт тұрды да, сразу баға 6-7-ге көтеріліп кетті. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мана ұсыныстан сұраныс көп болды. Сондықтан өсіп кетті де, бір 2 жұманың көлемінде бізде мана 18 центқа дейін көтерілді. Менің Түркістандағы бір партнерім осы босатылған токен сатып аламын деп ақша жіберген маған. Сол как раз ол кезде 13 цент болып тұрды. Сол пока ақшасын маған жіберді, мен ақшаны кабинетіне салып сатып алғанша 16 центке көтеріліп кетті. Қандай да бір минуттың ішінде, жарты сағаттың ішінде. Көрдіңіз бе? Ертең сондай рынокта үлкен сұраныс болып осындай не болатын болса, босаған криптоинвестке және World Crewға бағаны өсіріп жіберуі мүмкін. Сосын мына жерде тағы бір несі, ертең World Crew бізде сатылады ғой, UGP компания арқылы. Ол жерде уже үлкен рыноктағы үлкен акула дейді ғой, үлкен инвесторлар келе алады да. Олар ертең біздің World Crew'ды зерттеу арқылы олар түсінеді бұның артында үлкен актив тұрғанын. Соған олар өздері егер болатындығын егер білетін болса, любой инвестор өзіне актив сатып алады. Қандай да бір инвестор осы көп қой бізде инвесторлар көбісі қазір біздің бүгінгі таңда бізде биткоиннан бастап 5,5 мың ба альткоин шыққан. Соның бәрі күндегі рынокта сатып алу және сату арқылы көбісі табыс көзін көріп отыр. Үлкен қазір тәжірибе жинаған инвестор трейдерлер бар. Олар қазіргі таңда біздің қазіргі таңдағы рынокта беріп тұрған мүмкіндіктер тек қана айырмашылықтан ғана табыс көзін беріп отыр. Бағаның өсуі мен түсуі арқылы ғана. Ал біздің World Crew ертең рынокқа шыққанда бұл біріншіден оның артында оны тіреп тұрған үлкен актив бар. Ол актив өскен сайын бұл біздің токендардың өсуін мұқтаж етеді. Итеріп отырады артынан актив. Бұл бір ма, екінші, любой инвестор бұны зерттегеннен кейін түсінеді, бұл келешекте дивидендтік табыс көзіне келеді. Және білет, олар осы үлкен осының артында тұрған үлкен активке олар егер бола алады. Соны олар түсінгенде, олар да қазір біледі ғой, бұның артықшылығын біледі. Ертең біз токен рынокқа шыққанда біз топқа кіретін болсақ, любой сырттағы инвестор бұны зерттей бастайды. Топқа шыққан қандай токен деп. Егер бұның артындағы не тұрғанын білетін болса, олар ертең өздеріне сатып алу арқылы біздің объемды үлкейтеді, айналымды үлкейтеді. Айналымды үлкейткен сайын ол біздің токендардың өсіміне әкеледі. Бізде криптоин токен қазір бізде токен айналыс токені болып қалды ғой, утилити токен болып. Бірақ бұл да бізге World Crew'ға бірде-бір есемен айырбастау арқылы мүмкіндік бергендіктен кейін оның бағасы да World Crew'дан қалмайды, сонымен ілесіп отырады, өсіп отырады. Даже соған теңесіп отырады да. Себебі любой инвестор егерде криптоинвестті сатып арқылы World Crew'ға айырбастайтын білсе, кішкене ғана айырмашылық болса, сол тиімді жағын қолдану арқылы ол бірінші босаған криптоинвестті сатып алады да, сосын World Crew'ға айырбастап деп өзінің портфелін көбейтеді.
Так, волт құруға қазіргі босалысқан кіруді қоя аламыз ба? Жоқ, тек қана волт құруға біз айырбастаймыз, босамаған токендарды ғана айырбастаймыз, криптоюнитті. А босағандардың бәрін біздің өзіміздің жоспарымыз бойынша жаңа көрсетіп кетті ғой, мысал ретінде. Өзіңіз өзіңіздің алдағы қойған финанстық жоспарыңызға байланысты өзіңіз блокчейнде стейкингке қоясыз. Айтып отырмын ғой, кіруға көбейтуге қоя аласыз, және ойынтып әкелуге қоя аласыз. Болмаса биржаға жіберіп сату мүмкіндігі бар сізде. Неге биржаға шыққанда сатылымға неге VIP клуб керек емес? VIP клуб неде керек емес оған? Әрине сұраныс жоғары болса қымбаттай береді. Рынок деген не? Рынок деген баға неден өседі? Баға тапшылықтан өседі. Егер ұсыныс аз болып, сұраныс көп болатын болса, ол бағаның өсуіне әкеледі. Мен сіздерге мысал келтіріп айтайын да, біз қазіргі таңда білеміз, көптеген криптовалюталар шығып жатыр да. Криптовалютаның мақсаты не? Оның артында ешқандай оны тіреп тұрған ештеңе жоқ, актив жоқ. Олар просто қандай да бір жобамен шығады да, олар өздерінің салымшыларын айтады. Ертең біз биржаға шыққанда баға өссе, сіздер сату арқылы ғана пайда көресіз дейді. Басқа бизнес көздерінде тек қана сатып алу арқылы пайда көзін көре алады. Немесе оларда майнинг бар. Сол майнинг ету арқылы біздегі стейкинг деп отыр ғой, сол сияқты табыс көздерін көріп, көбейту арқылы, оны биржаға сату арқылы пайда көзін. Оларда екі қана табыс көзі бар. А бізде даже біз ешқандай сатпай, біз оны қойып қойсақ та, біз келешекте одан табыс көзін көре аламыз ғой. Біздің артықшылығымыз осыда. Неге десеңіз, біз жай ғана токен болып шығып жатқан жоқ, сатылымнан ғана пайда көру, если бағасы өссе. Бізде негізгі мақсатымыз келешекте дивидендтік табыс көзін көру. То есть біз как акционер ретінде біз егер болу арқылы, осы бүкіл табыс көздерінің егер болу арқылы келешекте табыс көзін көру. Қазіргі таңда енді айтып отыр ғой, бізде босаған токен болғаннан қазіргі шағын мәселелерімізді шешу арқылы ақшаның қажеттілігіне байланысты. Біз босағандарды сату арқылы қазір өзіміздің қандай да бір мәселемізді шешу үшін ғана керек бізге сатылым. Неге десеңіз, біз осы 1 жыл 8 айдағы біз өзіміздің осы бизнесте жүрген адамдарға құлақтарына құйып келе жатыр ғой. Біз как инвестор сияқты өз сана сезімізде инвестор болып өсуіміз керек. Инвестор деген не? Инвестор ол ешқашанда өзінің ойын сатып алып пайда көрем деп ойламайды. Оның негізгі инвестордың мақсаты өзінің активін сақтап, оны көбейтуде. Түсіндіңіз бе? Егер де бізде жақсы инвестор болса, ол қалай істейді? Ол қазір өзінің осы активін сақтайды, және қосымша ақшасы болса, қазір алғашқы биржаға шыққанда баға арзан болып тұрғанда тағы да босаған криптоюнитті сату алу арқылы ол еще портфелін көбейтуге тырысады. Соны волт құруға тағы да айырбастап стейкингқа жіберу арқылы. Вот сондай санада біз өсуіміз керек та. Өткенде біз ішкі биржа ашылғанда негізгі біздің тенденция өте жақсы да, 1%-тен төмен адамдар сатқылары келді. Қалғандары 4%-ға дейін, 5%-ға дейін сатқында, 95% стейкингке қойды, ешкім сатқысы келмеді сол кездегі бағамен. Ол деген не? Ол деген жақсы көрсеткіш деген сөз. Ол ертең біздің токендарға сұраныс тудырады. Басқа бизнес көздері күнделікті криптовалюталарды айтып жатыр, олар бәрі биржаны күтіп отырады. Биржаға шыққанда сатып табыс көзін көреміз деп. Сосын биржаға шыққан кезде бәрі токендарды сатылымға шығарады да, рынокты түсіріп жібереді. Қаншама біз мысал көрдік. Биржадан күткендері болмай қалады. Себебі не? Олардың бүкіл несін санасына құйып тастаған, ертең рынокқа шығамыз, баға көтеріледі, сатып пайда көресіздер деп. Сондықтан бәрі жүгіріп барады да, там 90%-дан астамы барады да, өздерінің токендерін биржаға шығарады. Ұсыныс өте көп, сұраныс жоқ болғаннан кейін баға сразу құлдырап түсіп кетеді. Вот соңғы 4-5 криптовалюта шыққан соңғы кезде сондай көрсеткіштер көрсетті. Біздің токеннің артықшылығы, біздің токеннің артында үлкен бизнес көздері тұр ғой. Олар өсіп, өз алдына жетіліп бізге табыс көзін әкеледі. Және ол біздің токендардың бағасын өсіреді. Актив өскен сайын ол тіреп біздің активтің бағасын өсіреді, құндылығын өсіреді. Және біздің бизнесте мен ойлаймын, ертең бәрі бірдей жүгіріп сатуға шықпайды. Себебі өз керек жатына жететіндей көлемде босаған токендерін сатады да, көбісі біздің қазір адамдарымыз стейкингке қоюға, ойын-түмен табыс көзіне соған қазіргі алған білімділігі жеткілікті.
себебі біз қазір осы 1 жыл 8 айдағы біздің алып келген біліміміз бұл мана мектеп дәрежесіндегі білім сияқты. Біз алғашқы мана азбукаларын үйрендік. Қазір біздегі әрбір бизнестегі адам білет, токеннің не екенін білет, security токеннің не екенін білет, utility токеннің не екенін білет, уже құлақ қағыс мана биржаның не екенін примерно білет, блокчейннің не екенін білет, стейкингтің не екенін білет. Ал енді біз екінші деңгейге шығып жатырмыз. Қазір мына рынокқа шығуға байланысты біздің екінші деңгей бұл қазір біздің университеттегі алған біліміміздей болу керек. Біз университет не береді? Мана мектеп тек қана мана орташа білім берсе, мектеп деңгейінде, университет бізге маман ретінде білім береді. И біздің қазіргі оқуымыз маман ретінде біз как инвестор маман болып шығуымыз керек та, өзіміздің мана қолымыздағы активті өзіміз жоспарлатындай болуымыз керек. Қандай да бір уақытқа. Так, босатылған токенді кімдер сатып алады дейді. Енді босатылған токенді айтып отырмын ғой мен. Біздің ертең мына токендеріміз шыққанда бүкіл нелер хабардар болады. Ертең біздің токен биржаға шыққанда сразу топқа кіретін болса, любой инвестор ертең топтағы токенді оның артын зерттей бастайды. Мына қайдан келген токен деп, артында не тұр деп. Егер олар біздің токеннің мынандай мүмкіндігін көрсе, әрбір инвестор сырттағы мана қандай да бір криптовалютада сату арқылы арзандағанда сатып алады, қымбаттағанда сату арқылы табыс көзін көріп отқан мана спекуляттық бизнесте. Олар мынаның мүмкіндігін көрсе, артында актив тұр, дивиденд беретін көрсе, біздің токендер обязательно сұранысқа келеді. Біріншіден криптовалюта неге сұранысқа келеді? Себебі олар криптовалюта сатып алса, олар вордкурға айырбастайтынын біледі. Тікелей бірде-бір не манағы көлемде. Олар криптовалюта сатып алады да, вордкурға айырбастайды да, олар өздерінің портфельдерін көбейтеді. Білет, вордкур келешекте дивидендтік табыс көзін әкеледі, және оның артында үлкен актив тұр, ол каждый инвестор сол активке егер болады, өзінің мана сатып алған көлемінде. Сондықтан бұл жерде қай жағынан да сұраныс тудырып отыр. Бірінші бейтейген мына мысалды келтірдім ғой. Енді мен қысқаша тоқталып бәрін аяқтайын, сосын сұрақты кейінге қалдырайық. Енді мына жерде айтып кеттік. Міне көрдіңіздер ме? Мына жерде кіруға айырбастай аламыз. Мына стейкингке қою арқылы біз кіруға көбейте аламыз. Мына жердегі босатылмаған кіруді біз вордкурға айырбастаймыз. И оны блокчейнде стейкингқа жіберу арқылы біз бұдан ONTB көре аламыз. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Мынаның кіру босатылмаған кіруді біз вордкурға айырбастадық, и вордкурды біз стейкингқа жіберу арқылы мына ONTB-мен табыс көзін көріп отырық. Мына жерде біз мана если криптовалютаны көбейткіміз келсе, онда стейкинг қою арқылы криптовалютаны көбейтіп отырық. Енді қараңыз, сіз мына жерден мана ONTB табыс көзін көріп отырсыз. Бұл ONTB табыс көзін сіз ертең біздің USDUға ауысады. Бұл біздің мана қандай да бір бізге ақша түсетін болса, осының бәрі осыған ауысады. Бұл бізге қандай мүмкіндік береді? Так. Мына жерде міне сіздердің мана айырбас қалай болатынын бұл жерде көрсетіліп тұр. Мына жерде міне 1%-тен бастап міне әрбір шкалада көрсетті. Мына жерде 1,5%, мына жерде 2%, мына жерде 3% басталды, мына жерде 5% басталды. Енді сіздерде қолыңызда қазір сатылып алынған не бар? Криптовалюта бар. Соның қазір бізде босады, толықтай 1% босады, кім манағы май, апрель айында алғандардың. И 2-3 ай манағы 1,5% босады. Егер сіздер енді қазір жоспарлайсыздар, мына жерде сізге алдағы уақытта примерно қанша көлемде ақша сізге мана кезекші ретінде керек болады. Соны мына жерден аласыздар да, мынаның қазір 3 айыма сондай қалды ғой. Сіз мына жерден бөліп тастауыңызға болады. Міне осы маған жеткілікті десеңіз, осы қазір толықтай 1,5% босайды, және мына жерде 1% босап отыр. Осы менің алған көлемдегі осы көлем маған қазіргі таңда қандай да бір мен мәселемді шеше алады десеңіздер, сол бөлікті қалдырасыздар да, мына қалған бөлігінің бәрін сіз вордкурға айырбастап, стейкингқа жіберіп, ONTB токенмен тағы табыс көзін көресіздер. Мына жерде мынандай не бар, жылжытатын несі бар, сонымен жылжыту арқылы сіз мына жерден кесіп тастайсыз да, соны мына вордкурға айырбастап отырасыз ертең блокчейнде. Егер де мынаған алдағы уақытта
тағы да қандай да бір ақша керек болады десеңіз, онда мына 2%-ті тағы 6 айдан кейін босайтын. Соны қалдыру арқылы, оны қалдырсаңыз, сіз ол босап келіп отырады. Қалай бұрын босап келіп отыр, соны ары қарай жалғастырып отырады. А мына қалған бөлігін онда аласыз да WordCrew айырбастап стейкингқа жібересіз. Сондықтан қазіргі таңдағы керектілікке байланысты сіз өзіңіз мына жерде есептеуіңіз керек. Қандай да бір көлемде мен қазір босаған токендарды қалдырсам, ол осы 1 жылдың көлемінде менің қандай да бір мәселемді шешеді деп. А егер сізде ешқандай план болмаса, сіз онда мына жерде қанша босамаған токендердің тұр, соның бәрін толықтай айырбастап WordCrew-ға ONTP токенмен табыс көзін көресіз. А мына босағандарды жаңа мен айтып кеткендей, қандай да бір мерзімге қою арқылы өзіңіздің жоспарыңыз қойыңыз. Сіз, например, ойлайсыз, 3 айдан кейін маған бір ақшаның қажеттілігі болады деп. Онда қандай да бір көлемде өзіңіздің босаған криптоентіңізді 3 айға стейкингке қоясыз да, 3 айдан кейін босағаннан кейін, если сол қажеттілік болса, сіз сату арқылы өзіңіздің мәселеңізді шешсеңіз, а егер керек болмай қалса, қайттан 3 айға немесе 6 айға тағы қойып тастауыңызға болады. Болмаса, ONTP-ға қойып, любой бір мен шеше аламын деп, кабинетте босқа, блокчейнде босқа жатпай, ол сізге ONTP-дан табыс көзін әкеліп отырады, ONTP токенмен. Сондықтан өздеріңіз жоспарлап үйренуіңіз керек. Өздеріңіздің қолдаңызда қандай көлемде сіздердің криптоент бар, қандай көлемде босағаны бар, қандай көлемде босамағаны бар, соған байланысты, және осы 1 жылдың көлемінде қандай да бір сіздің жоспарыңыз бар, соған байланысты өздеріңіз жоспарлап, соны қоюыңыз керек. Мына жерде көрсетілген ғой, мына жерде мысал келтіріп көрсетіп отыр. И мына жерде мына көрсетіліп отырған бұл босатылмаған токендар. Соны бөліп тастайсыз да, сіз WordCrew-ға айырбастап стейкингқа жібересіз. А мына босағандарды сіз өзіңіз қандай да бір мерзімге қою арқылы өзіңіз жоспарлайсыз. Алдағы уақытта сіз өзіңіз пландап отқан жоспарыңыз бар ғой, соған байланысты 3 айдан кейін ақша керек болатын болса, қандай да бір бөлігін 3 айға қоясыз. 1 жылдан кейін ақша керек болса, 1 жылдан кейін. Или 1 айдан кейін бір қажеттілік болатын болса, 1 айға да қойып қоюыңызға болады. И болмаса қандай да бір кезекші ретінде бір қандай да бір көлемде токеніңізді ONTP-ға қойып қойыңыз. ONTP-ға қойып қойсаңыз, аяқ астынан ақша керек болып қалса, сіз оны шешіп аласыз да, сол кездегі бағамен сату арқылы өзіңіздің қандай да бір мәселеңізді шешесіз. Ертең криптоент, біздің биржашылар кезде сіздердің кабинеттеріңізге мынандай жасыл знак келеді, белгі келеді, мынандай кілттің суреті бар. Сгенерировать ключ деп. Сол кезде осыған басу арқылы сіз өзіңіздің крипто кошелегіңізді ашасыз. Онда екі мысал бар. Біреуі, егер сіз келешекте өзіңізге сенімсіздеу болсаңыз, онда ана жерде белгі болады, қандай да бір компанияға сенемін деген. И компания өзінің артынан өзіне құзырына алып қалады. Қандай да бір кейін ұмытып қалсаңыз, немесе өзіңіздің кілтіңізді жоғалтып алатын болсаңыз, компания сізге қайттан басқа кілт беруге мүмкіндік болады. А егер мен 100% өзім бақылаймын десеңіз, онда сіз өзіңізге толықтай жауапкершілік алуыңыз керек. Бұл кілтті сіз өмірлікке жоғалтпайтындай болуыңыз керек. Қандай да бір жерге жазып қоясыз ба, қандай да бір жерге сақтап қоясыз ба, флешкаға сақтап қоясыз ба, бір дежурный. Егер де біз жоғалтып алған жағдайда, қайттан сіз қандай да қосымша сіздерде дубликат болу керек. Так. Енді мына жерде тағы айтып кетейік. Мына жердегі бізде көрсетіліп отқан біздің мынау крипто кошелек. Мына жерде көріп тұрсыздар, Crew тұр, WordCrew тұр, ONTP тұр, USDO тұр. Көрдіңіздер ғой? И мына жерде бәрі көрсетілген. Егер де Crew'ды стейкингке қоятын болсаңыз, мына жерде көрініп тұр, стейкинг қайда жіберетін? Стейкинг ONTP-ға жібере аласыз, стейкинг Crew-ға жібере аласыз. WordCrew-да бірақ қана бізде бағыт бар. Ол тек стейкингке қойып, ONTP-мен ғана табыс көзін көреміз. Енді мына ONTP бізде екі жақтан да жиналып отырады. Егер босаған криптоентті сіз ONTP-ға стейкинг қойсаңыз, сол жақтан түсіп отырады, ежесекундны, әр секунд сайын, әр жарты секунд сайын. И WordCrew-ды стейкинг қойсаңыз, бұдан да ONTP токен сізге жарты секунд сайын толып отырады. И мына жерде сіздің ONTP-ның толық көлемі түсіп отырады ай сайын. И соның ішінде қандай да бір бөлігін сіз ертең биржаға, мына жаққа жіберу арқылы биржаға. Мынау біздің биржаның несі, операциясы. Сатып алу операциясы. А мынау біздің өзіміздің крипто кошелектегі блокчейндегі өзіміздің неміз активіміз. И соны біз осылай толықтай бақылап отырамыз. Егер біз түскен табыс көзі бізге USDO келетін болса, оны біз мына жерде бар ма екен?
мына жерде көрсетейін. Міне көрдіңіздер ғой. Ертең биржа ашылғанда біз круды USD-ға айырбастай аламыз. И түскен бізге стейкингтан түскен ойынтыбыны тоже USD-ға айырбастай аламыз. USD деген не? Бізде бұл денежная единица, $1 тең. Енді бұны бізде қазір компания мынандай мүмкіндік беріп отыр. Мына бізге түскен USD-ға айырбастағаннан кейін, бұны біз USDC-ға айырбастай аламыз. Бұл коин базы несіндегі стейбл койны, Ethereum-ның базасындағы. Бұл қазір рынокта жүріп жатқан бұл токен. То есть айналымдағы токен. Біз өзіміздің USD ертең ликвидность болу үшін бізде уже гарантированно мынаны біз свободно USDC-ға айырбастай аламыз. Мына токенға. Бұл токеннан біз любой қандай да бір фиатный ақшаға айырбастай аламыз. То есть біз өзіміздің жиналған бүкіл табысымызды USD-ға айырбастаймыз, одан кейін оны біз USDS-қа айырбастаймыз. И осы токенді біз доллар ма, евро ма, рубль ма, теңге ма, соған айырбастап өзіміздің карточкамызға шығарылымға жібере аламыз. Түсінікті ме? Так, биржаға шығу үшін VIP-клуб мүшесі болу керек емес. Так, енді мына жерде тағы мысал келтіріп кетейін мені. Мына жерде айтып отырық қой. Сіз енді мына жерде бүкіл мысал келтірілген. Міне мартта келгендерге үлкен мүмкіндік бар бізде. Өзіміз таңдай білеміз. Қайда жіберсек те, не істесек те, бізде мүмкіндік бар манағы. Босамағандарды World Crew-ға айырбастауға мүмкіндік бар. Босағандарды қандай да бір көлемге, мерзімге стейкинг қою арқылы, керек уақытында оны сату арқылы мүмкіндік көре аламыз. Одан кейін 19 жыл октябрьде келгендер бар. Оларда әлі не басталған жоқ, разморозка көбісінде. Или болмаса тек бірінші, екінші ай босап жатыр. Олар бірден World Crew-ға айырбастап стейкингқа жіберуге болады. Стейкингтан ойын-тобымен табыс көзін көре алады. Енді қазір жаңадан қосылғандарға оларда басқа мүмкіндік жоқ. Олар World Crew-ға айырбастайды, тек қана бір ғана табыс көзі стейкинг қою арқылы ойын-тобымен табыс көзін көреді. Немесе егерде олар мартта қалғандағы адамдар сияқты мүмкіндік көргісі келсе, онда биржадан алғашқы сатылым басталғанда босаған криптоинтерді сату арқылы өздерінің портфельдерін көбейтіп, өзінің блокчейнді стейкингке қойып, келешекте өзінің қандай да бір табыс көзін шешуге мүмкіндік алады. Мартта қалған адамдар сияқты, ол да өздерінің портфелін солай жобаға келтіре алады. Босаған криптоинтерді биржадан сату арқылы қандай да бір көлемде стейкингке қойып, кезекші ретінде қойып қоюға болады. Эвентидің условия несін білесіздер, қандай қоятын. Сосын тағы бір айтып кететін, қазір кімде-кім өзінің стейкингқа, эвентиға қойып қойды ғой, өздерінің өткенде босаған токендарын. Сіздер уайымдамаңыздар. Қазір осы биржаға шығардың алдында бүкіл кабинетте тұрған, стейкинг тұрғандардың бәрі біздің кабинетімізге қайтып оралады. Оралғаннан кейін, оның бәрін біз блокчейнге жібергеннен кейін, біз қайттан өзіміз таңдап, қандай да бір мерзімге стейкингке қоямыз. Бірақ сіздер мына жердегі қойып қойғандарыңыз бір ай толықтай егер мына жерде тұрса, келешекте сіз блокчейнге эвентиға қоймасаңыз да, бірақ мына жақтағы бір ай болып кеткенің сіздің 6 айдан кейін келіп түсетін 8% сіз ертең блокчейнда келіп түседі. Қосымша сізге портфеліңізге. Ол 4% қайттан өзіңіздің толықтай портфеліңізге қосылады да, 4% ол босап келінеді. Босап келген жоғарыдан келген пайызын криптоинтерді сіз стейкингке қоя аласыз, немесе ойын-тобаға стейкинг қоясыз, немесе сол кездегі бағамен сата аласыз. Так, эвентиді айттым ойдым толықтай. Так, мынаны көрсеттім. Так, мына жерден. Енді мені қараңыздар. Жаңа мен айтып кеттім ғой. Сізде қазір екі қолдарыңызда үлкен екі токен бар. Біреу World Crew-ға қазір айырбастай аламыз. Екінші біздің қолымыздағы босаған және босамаған криптоинттер бар. Ол қазір утилити токен болып кетті. Бұл
айырбас токені болып кетті. Енді негізгі біздің құнды токен құндылығы бар. Бұл World Crew болып есептеледі. Бұл security токен болғаннан кейін бұл дивидендтік токен болып есептелінеді. Сондықтан негізгі сіздің портфеліңіздегі көп мөлшерде World Crew болатын болса, оның келешегі өте жоғары болады. Себебі сіз ертең өмір бойы бұны 8 бен 35% аралығында сіз дивидендтік табыс көзін көресіз, және бұны келешекте өзіңіздің ұрпағыңызға сатып кете аласыз. Және қазіргі таңда ертең біз сыртқы айналымға шығып отырмыз қой. Сыртқы айналым неғұрлым үлкен болуы мүмкін. Себебі біз бәріміз білеміз. Көптеген біздің партнерларымыз бәрі алғашқы 1 мен 8 этапта өздерінің портфельдерін толтырып алды да, қазір ешкім ешқандай ойып сатып алып жатқан жоқ. Пайыздық тұрғыда олар өте аз алып жатыр да. Негізгі біздің адалдық табысын қазіргі бизнеске кірген адамдар бізге істеп беріп отыр. Сондықтан біздің лояльдың өте аз болғаны содан. Егер World Crew'ден сыртқы айналымға шыққан кезде бізге оны үлкен инвесторлар да сатып алуы мүмкін. Миллион долларға сатып алуы мүмкін. Және қандай да бір организацияда сатып алады бұны. Сондықтан бұл жерде объемның өсуіне байланысты, айналымның өсуіне байланысты. Бізде 5% адалдық табысы да үлкейеді ертең. Екіншісі, мына жердегі криптоюнит токені. Бұл бізге пропи бонус береді. Және бұл жерде 5% адалдық табысын береді. Ертең бұл токенде сұраныста болады. Себебі сырттағы инвесторлар егерде мына криптоюнит сатып алып, World Crew'ға айырбастайтын мүмкіндігін көрсе, бұл да сұраныста болады. Бұл да айналымды үлкейтеді деген сөз. Сол кезде бұдан да түсетін адалдық табысы үлкейеді. Енді дата майнингті бәріңізде білесіздер. Қазіргі таңда мен кім алған жоқ, мен оларға осындай ұсыныс жасар едім. Дата майнингтің мүмкіндігі өте үлкен келешекте. Себебі біз қазіргі таңда біз бәрімізде әлеуметтік желіде отырамыз. 100% адамдар қазір 99% әлеуметтік желіде отырады. Біздің артықшылығымыз олардан. Олар күн сайын қандай да бір әлеуметтік желіге кіру арқылы біреулерге табыс көзін беріп отырса, біз осы әлеуметтік желіні дамыту арқылы өркендеп отырмыз. Біз ертең келешекте әрбір әлеуметтік желіден табыс көзін көре алатындай мүмкіндік беріп отыр бізге. Сондықтан қазір бізде кибер жұма деген басталды, тағы да скидка беріліп жатыр, жеңілдіктер беріліп жатыр. Сол арқылы сіздерге айтар едім, мен дата майнингті алып қалыңыздар деп. Себебі біз LinkedIn қосылған, міне қазір контакты қосылды, одан кейін Одноклассник қосылады, и қазір бізде YouTube қосылайын деп отыр. Ертең біз YouTube-қа видео хостинг, видеолар жіберу арқылы біз табыс көзін көре аламыз. Сондықтан қандай да бір бізге әлеуметтік желі қосылса, келешекте біз өзіміздің клиенттік базамызды көбейту арқылы біз оны ертең арендаға беру арқылы тағы да табыс көзін көре аламыз. Егерде ертең біздің әлеуметтік желі арқылы қандай да бір жаңа жарнама немесе қандай да бір сатылым болатын болса, біз одан тағы қосымша табыс көзін көреміз. Сондықтан бұл үлкен бір бизнес инструмент деп қарауларыңыз керек. Себебі ертең дата майнинг сіздің қолыңызда болса, сіз тікелей дата майнингтен табыс көзін көресіз. Және біздің дата майнинг портфельде 50%-ын береді өзінің табыс көзінен. Сіз портфельден де көре аласыз. Сонда бір дата майнингтен сіз 2 жерден табыс көзін көре аласыз. Сондықтан кім қазір ойланып жүр, дата майнингті алып алыңыздар. Неге десеңіз, сіз бір-ақ рет төлейсіз өмірлікке. Ай сайын төлем жоқ, жыл сайын төлем жоқ. Сіз өзіңіздің семьяларыңызды қоса аласыз. Бір ғана лицензиямен сіз қаншама мүмкіндік алып отырсыз. Сондықтан дата майнингті міндетті түрде алып алыңыздар. Қазір түсінбегенмен келешекте түсінесіздер. Бұдан үлкен табыс көзі көреді. Міне жерде жаңа айтып кеттік қой. Қазір семьялықты 125 долларға сатып алуға болады. Бизнес пакетті 219-ға сатып алуға болады. Мен прямой эфирде отырмын. Так, мына жерде айтып кеттім ғой, 125, 17% беріп отыр. Мына жерде 12 219 қалатын мүмкіндік бар.
Енді базовыйды алуға болады, бірақ базовыйдан гөрі сіз семейныймен осы бизнес пакетті алғаныңыз дұрыс. Бұл жерде мүмкіндік өте үлкен. Соның ішінде егер бизнес пакетті алатын болсаңыздар, бұл жерде мүмкіндік шексіз. Сондықтан қазір алып қалсаңыздар, мына баға өспей тұрғанда, келешекте сізге үлкен мүмкіндік әкеледі. Енді барлықтарыңыз білесіздер ғой, мына жерде 1 ноябрь емес, ноябрьдің аяғына дейін созды. Кімде-кім бұрын сіздердің адамдарыңыз болса, транспортқа кіріп, инновационный транспортқа кіріп, криптоюнитқа өтпей қалған адамдарыңыз болса, әлде осы айдың аяғына дейін мүмкіндік бар, оларға бәріне ескертіп, мана бір-ақ рет болса да вип-клубты төлеткізіп, одан кейін крипто кабинетін ашып, верификация жасап, осы сыйлықты алуға біз мүмкіндік беруіміз керек. Себебі енді ол адамдар может қазір осы қазіргі болып жатқан жаңалықтарды білмей жатқан шығар. Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз оларға осы сыйлықты беру емес, қазіргі жаңалықтарды айтып, осы бағдарламаға бізді кіргізу. Олар ертең өкінбейді, сіздерге үлкен алғысын айтатын болады. Менде бірнеше адамдар қазір бұрынғы сыртта қалып қойған адамдар қазір осыны көріп, қазір мана ойып сатып алып жатыр рассрочка. Себебі бұл мүмкіндікті біз беруге міндеттіміз. Сыртта қалып қоймау керек ол адамдар. Сондықтан толықтай информация беріп, осы қазіргі бізді бизнестің мүмкіндігін оларға көрсетіп, оларды қайттан оятып, біз қатарымызға қосуымыз керек. Сондықтан осы айдың аяғына дейін үлкен жұмыс атқаруларыңызды сұраймын мен. Адамдарыңыз қалып қоймасын, бәрі өзіңіздің қатарыңызда болсын. Сондықтан үлкен жұмыс жасау керек бізге. Енді мына жерде білесіздер, біздің қазіргі таңдағы осы 23-не дейін ғана мүмкіндік бар бізде қазір. 23-не дейін қазір мүмкіндік бар біздегі кабинетіміздегі сатылып отқан оқу құралдары бізге осы 23-не дейін сатылады. Сондықтан әлде бізде күн уақытымыз бар, адамдарға ең болмаса бөліп төлейтін оқу құралдарын алдырып қоюға. Бір айын төлеп қойса, олар кейін асықпай өздері қанша 5 ай ма, 10 ай ма төлеп шығатын болады бөліп. Зато үлкен мүмкіндік береміз оларға. Сондықтан тағы сұрайтыным, мен осы қалған аптада осы жақсылап жұмыс істеп, адамдарға тағы алдыртуымыз керек. Бұдан кейін бұндай мүмкіндіктер болмайды. Сондықтан осы айырмашылықты көрсетіп, бұндай мүмкіндік болмайтын адамдарымызға тағы да алдыруымыз керек. Егер біз өзіміз осы бизнесте жүрсек, өзімізге де артық болмайды, тағы да қосымша пакеттер ашып, тағы осы соңғы мүмкіндікті пайдаланып қалуға. Мен айтып отырмын ғой, соңғы мүмкіндік деп. Сондықтан біз қазіргі алып отқан оқу құралдарында бізде не бар? Біз криптоюнитті балмен алып отырық, және біз маркетинг деңгейімен біз проценттік табыс көзін көріп отырық ақшалай, және біз балмен проценттік табыс көзін көріп отырық. Осы мүмкіндіктің бәрі келешекте болмайды. Сондықтан біз осы 23-не дейін басталғанша осы мүмкіндіктер өзіміз пайдалануымыз керек, және айналамыздағы бәріне айтуымыз керек. Енді уақыт көпке созылып кетті. Мен қысқаша сұрақ қана жауап берейін, сұрақтарыңыз болса. Мына жерде тағы бізде қалды ғой, да, жоқ, біткен екен ғой. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мына жерде сұрақ қойыпты. 10 мың долларға бөліп төлеу ашылама деп. Сізде мүмкіндік бар ғой, айтып отырмын ғой, 23-на дейін сіз осы мүмкіндікті пайдаланып, бір айын төлеп қойсаңыз, сіз сосын кейін асықпай оны төлеп отырасыз. Оқу құралдары деген түсінбедім дейді. Айгүл, қазіргі кабинетте біздегі сатылып жатқан ол оқу құралы болып есептелінеді. Біз қазір мына ертең UGP компания біз WordCruz сатады деп отыр ғой. Бұл уже инвестициялық пакет болып есептеледі, инвестициялық құрал болып есептеледі. Оған дейінгі біздің қазір алып отқанымыз бұл оқу құралдары. Сол оқу құралдарын сату арқылы біз сыйлыққа криптоюнит балымен алып отырық. Сол мүмкіндік осы 23-нен кейін болмайды. Және бөліп төлеу деген болмайды. Сондықтан қазір сол мүмкіндікті пайдаланып қалуыңыз қояды.
Да, мына жерде сұрақ қойыпты, мана WorldCrewға айырбастағанда бір-ақ табыс көзі болады деп. Иә, WorldCrewда бір жыл манағы сақталымда болғанда 360 күн сізге тек ОНТБ токенмен ғана бір табыс көзіне келеді. Бірақ WorldCrew келешекте сізге сонымен бірге еще адалдық табысына келіп отырады ол. Сонымен бірге келешекте сізге ол дивидендтік табыс көзіне келеді. Оның болашағы өте үлкен. Иә, мына жерде сұрақ қойыпты, рассрочкаға алған круларымызды қоя аламыз деп. Иә, сіздер қазір мына бөліп төлеуге алсаңыздар, міне алғашқы айын төлеп сіз криптоны сізге келді ғой. Соны сіз WorldCrewға айырбастау арқылы оны блокчейнда WorldCrewға айырбастап стейкингке қоя бересіз. Келесі көлемде тағы келді ма, оны да айырбастайсыз да WorldCrewға, оны да стейкингқа жібере бересіз. Сөйтіп толықта бәрі төлем біткенше оның бәрі WorldCrewға ауысады да сізге стейкингтан ОНТБ токенмен табыс көзіне келеді. Біздің WorldCrewдің мүмкіндігі криптоентке байланысты. Біздің криптоент бізде заморозка тұрғанда ол ешқандай табыс әкеліп жатқан жоқ бізге. Тек босағаннан кейін табыс көзіне келіп жатыр. Ал WorldCrewдің үлкен мүмкіндігі ол бірден стейкингке қойылып сізге алғашқы табыс көзіне әкеледі ма ОНТБ токенмен, және оған адалдық табыс жүріп отырады. Последний шанс дегенді түсінбедім депті. Енді соңғы шанс деген бұған дейінгі бізге болған мана кабинеттегі осы оқу құралдарына алып отырған мүмкіндік алдағы уақыттағы сатылымда уже болмайды деген сөз. Мына 23-не дейін сізде мүмкіндік бар. Қазір сіз егерде қандай да бір бөліп төлемді өзіңізге алсаңыз, сіз мана криптоент балымен де ала аласыз, маркетинг бойынша ақшадай да ала аласыз. Және сізге соны толықтай мана рассрочка бөліп төлеуге сізге мүмкіндік береді. Ертең бізде мана WorldCrew сатылғанда ондай мүмкіндіктер болмайды. Сондықтан айтып отырық, соңғы мүмкіндік деп мана. Басқа сұрақ көріп тұрған жоқпын. ОНТБ стейкинг қалай қояды дейді. ОНТБ стейкинг деген ертең біз крипто кошелек ашылғанда сол жерде бәрі көрсетіледі. Сіздер уайымдамаңыздар. Ертең осы біздің крипто кошелек ашылған кезде бізде кабинетке үлкен жаңалықтар келеді. Мана соларды қалай қолдану керек, қалай қою керек, мана видео материалдар болады, инструкциясы бәрі болады. Оған уайымдамаңыздар. Так, размороженный токенді толықтай сатуға бола ма биржадан? Әрине, ол сіздің қолыңыздағы актив қой, ол сіздің өзіңіз шешуіңіз керек. Сіздерге айтып отырық қой, біз қазір инвестор ретінде сіз өзіңіздің қолыңыздағы активті өзіңіз жоспарлауыңыз керек. Біздің негізгі санамыз қазіргі сатудан табыс көру емес, келешектегі мана дивидендтік табыс көзін көру керек қой. Негізгі бізде көбінің несі санасы қазір бізде қалай мана салған ақшамыз қашан табыс көзіне келеді, және қашан біз сатып табыс көзін көреміз деген сомен ғана шектеледі. Егер біз мына жерде күнде қақсап жатыр қой, оқыңдар деп. Мана инвестициялық сананы өсіру керек деп. Инвестициялық сана дегеніміз не? Ол өзіміздің қолымыздағы активті жоғалтып алу емес, оны көбейту болып есептелінеді. Сондықтан өздеріңіз жоспарлап, кішкене оқып, дәрежеңізді көтеріп, өзіңіздің мана инвестициялық санаңызды өсіруіңіз керек, финанстық біліміңізді арттыруыңыз керек. Бұл жерде Дилдағыз, випті ай сайын төлеп тұру шартпайды. Ай сайын төлеп тұру шарт емес. Егерде сізде қазір босап жатқан сіздің крипто токендарыңыз болса, онда сіз оны кабинетте босқа жатпау үшін сіз випқа қойғаныңыз дұрыс. Сондықтан ол шартты. Егер сізде босаған токен болмаса, ешқандай сізге мүмкіндік вип клуб бермейтін болса, төлемеуіңізге де болады. Вип клуб мүшесі болу не үшін қажет? Вип клуб мүшесі не үшін болу қажет? Вип клубқа сіз кірсеңіз, вип клубта сізде қандай да бір оқу құралдарына, қандай да бір қосымша бизнес инструмент алуға сізге мүмкіндік береді. Екінші, сіз босап жатқан крипто балдарыңыз болса, соны стейкинг қоюға мүмкіндік береді. Так, размороженный шыққан қайдасы. Қазір, егерде сізде қазір размороженный шығып жатса, қазір вип клуб төлеп стейкингке қойыпсаңыз, сіз мына толықтай біз ашылғанша, ол қандай бір көлемде пайызда сізде тұратын болса, ол үстінен кішкене болса да сізге криптоентке көбейтіп бере алады.
Так, круг кабинеттен блокчейн кабинетке. Жоқ, крудан блокчейнге ауысу үшін веб-клуб керек емес. Ол бәріне толықтай мүмкіндік береді. Так, веб-клубқа кірдік қой, оны 2,5-нан алып. Жоқ, сіз ешқандай веб-клубқа кіріп 2,5-нан алып тастап 8%-ға қойсаңыз, ештеңесі кеткен жоқ. Сіз 2,5%-ды 8%-ға көбейтетін қылып қойдыңыз. Бірақ сіздің 8%-ыңыз 6 айдан кейін ғана өзінің пайызын түсіреді. Эвентиға айтып отырмын ғой, эвентиға қойғандар уайымдамаңыздар. Ертең блокчейнға өткенде сіздердің эвентиға қойғандарыңыз толықтай бір ай тұратын болса, ол 6 айдан кейін ертең март бекен, март айында или апрель айында ма сізге 8%-ын алып келеді. Оның 8%, 4% сізге босатылып келеді, 4% қайттан өзіңіздің портфеліңізге қосылады. Әрине, размороженный шыққан сайын сіздің замороженный кругыңыз азайып отырады ғой. Сол қандай сатып алдыңыз, содан босатылып шығып отыр ғой, қандай да бір көлемде 1%, 1,5%. Анжақтақ әрине азайып отыр. Биржаға өту үшін верификация өту керек пе? Биржа, сіздер былай түсініңіздер, блокчейн ол бөлек нәрсе. Биржа деген бөлек нәрсе. Сіз биржаға шықпауыңызға да болады блокчейнға өтіп. Егер сіз биржаға не үшін шығасыз? Егер сіз босаған токендарыңызды мен сатам деп жоспарлаңыз, онда сізге биржаға шығуға міндетті түрде шығуыңыз керек. Сол кезде биржада сіз әрине верификация өтесіз. Әрбір платформаның өзінің қандай да бір клиент келсе, оны верификациялауға міндетті. Вип-клубқа, так, за вип-клуб платить не будем. Айтып отырмын ғой, вип-клубқа сіз өзіңіз шешесіз. Егер де сізде қандай да бір криптоинвест балдарыңыз босап жатса, ол кабинетте босқа жатпау үшін оны көбейтуге сізге вип-клуб керек болады. Или қандай да бір біздегі бизнес құралдарын қолдану үшін тек қана вип-клуб қана мүмкіндік бере алады. Сондықтан вип-клуб өзіңіз қай кезде керек болады, сол кезде төлеп, қандай да бір компанияның берген мүмкіндігін пайдалануыңызға болады. Бұл жерде блокчейн туралы мәлімет бере аласыз ба дейді. Енді мен сізге мынандай ғана Гүлбарша айтал едім. Интернетке кіріп блокчейн не екен нетсең сұрасаңыз блокчейн береді. Блокчейнді қысқаша айтсам, бұл цеп блок дейді ғой, бір-біріне біріккен блоктар. Бізде айтып отырық қой, бізде әрбір жарты секунд сайын бізде блок дүниеге келіп отырады деп. Сол блок бізге не береді? Бүкіл осы интернет жүйесіндегі біздерге толықтай ашық мағлұмат береді. Бұл жерде алдау деген, арбау деген жоқ. Именно осы блокчейн коррупцияға жол бермейді. Сондықтан бұл жерде ашық информация. Бұл келешектің бизнесі негізі біздің істеп жатқанымыз. Биржаға жасау үшін регистрация керек пе дейді. Әрине керек, бірақ регистрация биржаға жасау үшін сіз өзіңіздің шақырған адамды күтуіңіз керек. Сол адам биржаға тіркелгеннен кейін, сол адамның реферальный ссылкасымен ғана тіркеле аласыз. Сондықтан асықпаңыздар. Әрдайым үстіңіздегі шақырған адаммен келісіп отырыңыздар. Ол адам егер биржаға тіркелсе, сол адамның ссылкасымен тіркеліп, соның артынан қалай осы бизнесте келе жатыр, солай тіркелулеріңіз керек. Себебі ол адам сіз үшін еңбек етті ғой, сізге осы мүмкіндікті берді. Сондықтан сол адамды бағалаңыздар. Так, 0,35 центпен неше курс. Енді өзіңізге байланысты, ботагөз. Айтып отырмын ғой, қазір біз биржаға шыққанда өткенде 20 центпен круг сол сақталады, бізге мүмкіндік беріп отыр. Кімде-кім тездетіп биржаға тіркеліп ақшаларын салып үлгерсеңіз, сол кездегі баға қандай болады, сол бағамен сатып үлгеруге мүмкіндік береді. Себебі мүмкін тез арада оның бағасы өсіп кетуі мүмкін. Сондықтан сіз дайын болуыңыз керек. Болды, мен жерде алғыстарын айтып жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға үлкен рахмет айтам. Енді барынша түсіндірдім деп ойлаймын. Мен просто қысқаша соңғы өзімнің сөзімді мынандай сөзбен аяқтағым келеді. Кеше соңғы бізде жабық вебинар болды. Сонда біраз жаңалықтар келді. Оны өздеріңіздің шақырған адамдарыңыздан әлі толықтай мағлұматтар аласыздар. Жаңалық өте көп.
Сондықтан мен тек айтарым, әрқашан құлақтарыңызды түріп отырыңыздар, қандай да бір вебинар болып жатса, соған қатысып отырсыңыздар. Және қазір мен айтарым, бізде 7 күндік мына GoPro деген жүріп жатыр. Соған түнде қосылуларыңызды сұраймын. Себебі біз қазір үлкен деңгейге жеттік. Біз қазір жаңа деңгейге шығып жатырмыз. Сондықтан біз әр қайсымыз, мына біздің маркетингтің мақсаты тек қана ақша табуда емес қой. Біздің мына жүйенің мақсаты, біздің компанияның қазір неге осындай бізге жағдайлар жасап жатыр? Біздің сондай жақсы топ болғанымызды қалап жатыр. Себебі біз осы арқылы қаншама адамға көмек бере аламыз. Қанша адамды ана айтады ғой, жоғары алып шыға аламыз біз. Қолымызды ұсына аламыз. Сондықтан солай деп түсіну керек. Бұл жерде маркетингті манағы, ой, мен айтпаймын, ақша емес. Маркетинг деген сөз, сіз қаншама адамға мүмкіндік бере аласыз, қолыңызда тұрған мүмкіндікті. Қанша адамға ұсына аласыз. Солай түсіну керек маркетинг планда. Қаншама адамға сіз көмектесе аласыз. Қаншама адамды сіз өмірін өзгерте аласыз. Сіз қазір өзіңізде сезбейтін шығарсыз. Бір адамға айтып, бір адам егер осы біздің бизнесқа келіп ертең жағдай дұрысталып жатса, ол адам ертең сізге өмір бойы алғыс айтатын болады. Сіз сол кезде түсінесіз, қаншама адамға сіз қандай көмек істегеніңізді. Сондықтан мына қазіргі өтіп жатқан GoPro-ға қатысыңыздар. Ол кездегі үлкен сетевойдың үлкен жетістікке жеткен адамдар ғой, олар миллиондаған ақша тауып жатқан. Олар ол миллионды қайдан тауып жатыр? Миллион тауып жатыр деген сөз, олар қаншама адамдарды жағдайын, өмірін өзгертті деген сөз. Соның арқасында ғана табыс көзін тауып жатыр. Сондықтан сіздерде де сондай ой болу керек. Міне біз қазір үлкен краудинвестинг жүйесінде жүрік қой. Бұл келешекте осы соңғы 50-100 жылда именно біздің қазіргі істеп жатқанымыз трендте болады. Ең жоғарғы деңгейде болады. Себебі бізге келген қандай да бір адам ол ешқайда кетіп қалмайды. Оның салған салымы 100% тұрғыда жұмыс істейді. Сондықтан келешекте осы қаншама адамға біз әлі қолымызды ұсынып көмектесе аламыз. Сол жағын ойластыру керек. Сосын мына жердегі ең бастысы манағы білімге көп көңіл бөліңіздер. Неге десең, байлықты ұстау, оған білім керек. Сіздер қазір міне қолыңыздағы сейфте тұрған ақшаның кілтін алғалы отырсыздар. Сондықтан мына кілттеріңізге ие болу керек, өздеріңіз үйреніп алуыңыз керек, щоб ешкімге мана сенбейтіндей. Сіз өзіңіздің сейфте тұрған ақшаның кілтін кез келген адамға беріп қоймайсыз ғой. Сондықтан не керек? Соны сол сейфтің ішінде тұрған мана өзіңіздің ақшаңызды игеру үшін сізге білім керек. Жақсы, көп рахмет сіздерге. Енді мен соңғы өзімнің осы бүгінгі вебинарды мынандай Орын Баффеттің мынандай сөзімен аяқтағым келеді. Кеше жабық вебинарда бұл айтылған жаңа Орын Баффеттің мына несі тұжырымы осы өткенде акционер өзінің акционерлер алдында өзінің несі болған екен, сөйлеген екен, сонда сөзінде айтты. Мен енді такую инвестицию невозможно превзойти, ее нельзя обложить налогом. Инфляция ее не затронет. Такая инвестиция превалирует над всеми другими, говорит. Инвестируйте в себя, дейді. Енді қазақша айтқанда, бұндай инвестицияны асып түсу мүмкін емес. Оны салықпен жаба алмайсың. Оған инфляция тиісе алмайды. Бұндай инвестиция басқа барлықтарынан да бұл инвестиция үстем. Бұл инвестиция жеке басына салған инвестиция. Сондықтан мен барлықтарыңа тілейтінім бұл жерде ең басты инвестиция жеке басыңызға салыңыздар. Сонда сіздер осы қолыңыздағы активті одан ары қарай көбейте аласыздар, одан ары қарай өсіре аласыздар, және оны келешекте сіз артыңыздағы ұрпақтарыңызға толықтай беріп кете аласыздар. Тек қана байлықтарыңызды беріп кетпейсіз, сонымен қатар өзіңіздің осы бизнес саласындағы алған білімдеріңізбен қоса беріп кетсеңіздер, сіздердің ұрпақтарыңызда келешекте сол сіз қалдырып кеткен нәрсені оны азайтпаса, көбейтпесе азайтпайды. Сондықтан барлықтарыңыз сау болыңыздар, көп рахмет. Осы біраз информация берілді, соның бәрін жайлап игеріп алыңыздар. Сау болыңыздар, көп рахмет.